Күн шерифлеріңіз хайырлы olsun. Бүгін мартының 17-сі ве Қырым işğalının 1117 күні. Студияда Муслим Умеров болуна бұзым шымдеки эфирімізде бойлы хаберлер. Роман Насиров Кения азат етілді. Я як ніколи не збирався нікуди. Мен бір вақыт бірде-бір ерге кетмеге істемегенімдім ве шымды де істемейм. Сказка зоопаркы 3 айға қадар қапатылды. Қырым бизнесінен проблемлер акиметінің янышы себебінден пейда ола. Алеппада ава учымы себебінден 42 кіші әлі қолды. Русия адвокаты Николай Полозовны Кения тағатшыға сорғуға чағыралар. Тағығат комитетінде Куршув салы күніне белгіленген март 6-сында Полозов Қырым бойынша тағығат комитетінің Русия баш идаресінде түшкірік чәрчевесінде изатлар берген еді. Декабрь 20-сінде адвокатқа қаршы жинай иш açılды. Ұғы қорайчыларының фікіріне же бұның эсас мақсады Мejlis рейсінің муавины Ilmi Umerovны қорувдан марум етмектір. Ялталы сказка Айванат бақчасыны 3 айға қадар қапатылған бар. Референдумның еллығында Айванат бақчасының мудирі Олег Зубковға бергі қызметлерінің хадимлері протокол тақдим еттілер. Қапалуының себебі кешкен сенесіні июль айындан башлап Ялта Айванат бақчасы типография чықарған билетлерде оның реквизитлеріні белгіленмеген екен. Олег Зубковның фікіріне же Тайган Сафари паркыны де яқын вақытте қапатырлар, айванларны есе яваш олюм беклей. 2014 сенесінде март айында Рус дүниясының қызғын таравдарларының сөзлеріне көре бүгін Қырым акиметі оны ярымададан зораки тыш чықармаға тырышалар. Бу меклер бар еді, бу беклевлер бар еді. Қырымда шымды бизнеснен қиынлықлар бар. Беменче Қырым бизнеснен проблемлер акиметінің янышы себебінден пейда ола. Бізге башта çalışмаға рұқсет етелер, сонра есе бұйық бергі ве пара жазалар белгілейлер. Космические штрафы. Роман Насиров Ахшам Лукьяновский зосындан чықты. Фискаль қызметінің сабық елбашчысы Насиров журналистлерге интервью берді. О Кенеде иш саяси манат ашығаныны білдірді ве ой үшін 100 миллион гривна пей берген айлеге тешікір білдірді. Шекленгенінің аяғында енді электрон билезлігі бар. Украина милли қабаржылыққа қаршы бюросы Насировны девлетке тахменен 2 миллиард гривна көлемінде зиян кетіргенінде шеклей. Бүгін өйледі оны сорғуға чағырғанылар. Роман Насиров құру фазырлағаныны ве Украинаны терк етмеге істемегенini ишандырған. Я як ніколи не збирався нікуди. Мен бір вақыт бірде-бір ерге кетмеге істемегенімдім ве шымды де істемейм. Мен мында евде олачам ве қорывна азырлайжам. Мен пек беклейм. Мақсус қабаржылыққа қаршы прокуратура елбіршісі айтқаны кебе ве біз детектив ве прокурорлардан ешіткілімізге көре, олар бұ ішіне 2 ай ішінде екінлемеге тырышалар. Детективів і прокурорів також. Украина миллетчілері есе Киевдегі Русия елчілігі бинасы о күне чықтылар. Правый сектор темсілжелері Қырым азат етіліп, Украина қайтарылмасы ве Қырым татарларға қаршы репрессиялар тоқтатылмасына талап еттілер. 21 асырда Европаның та ортасында мұстақил девлетінің бір қысмы исілі алтында бұлынмақта. Бұның көрмемезлікке ұрылмасы мүмкін дегіл, ве біз шуны о қадар әдей ташламай жақмыз. Украина милетчілері бұна өз қаршылықны көстережек. Қырым Украинадыр ве әр заман бойлейді. Қырым бермесінің сиясетінен разы дегілі. Тежавузжы мемлекет бізден топырағымызның бір қысмыны қопарған еді. Алеппаға яқын ерлешкен Альджина қасыбасының жәмесіне қаршы ава ұжымы нәтижесінде en azdan 42 кіші әлі қолды. Onlar инсан яраланды. Қасаба Сүрие женкеверлерінің незаретінде. Чоқысы инсан қалымтылар алтында қалды. Ұжым ақшам намазы вақтында етілді. Учақ кімге айыт олғаны белі дегіл. Бұл район әм Сүрие, әм Русия, әм де Америка авиациясының дарбесіне оғырай. 6 ел девамында умумен 320 бинге яқын инсан әлі қолды.
Бuyuk Британия короличесі Елизавета Брекзит ақында канун лейхасыны имзалады. Оның вастасы или қошма қыраллығы Авропа бірлігінің теркебінден чыға білежек. Имза қойылған сон лейха канун күчіні алажақ. Короличінің канун лейхасыны имзаламамаға аққы йоқ. Бuyuk Британия баш назиры Тереза Мейнің білдіргеніне көре процедура айның сонында башланажақ. Бұтын эснасқа 2 ел сарф етілежек. Бұл еніліште Buyuk Британияның екене Авропа базарындан чықмасы ve Avropa Birliği'nde yaşayan Britanya гражданларының статусы музакире етілежектір. Уяндылар. Эхо Москвы радиостанциясының соравында иштирак еткен Русия ватандашлары Кырым ишгалінден көрген зарарны таныдылар. Русия радиостанциясы Русия Федерациясының Украин ярымадасы ишгалінің ақибетлері ақында сорадылар. Телефон вастасы или сораштырылғанларының 86% зарар ақында білдірді, 14%-нің фікіріне жейсе Русия Федерациясында олған Кырым тек файда кетірді. Иштимай ағда сорав нәтижелері бойле 88%-нің фікіріне жиғал етілген ярмада Русияге зарар кетірді, 8% есе Кремль истилясында файда көрді. 4%-ға есе жауап бермеге қиын олды. Сорав март 16-сында референдум еллығында кечті. Телефон вастасынен кечірілген соравда 356 инсан иштирак етті. Иштимай ағларда есе тахминен 17.000 инсан сораштырылды. Бұл енді бұзым соңки хаберіміз еді. Атер әлі олыңыз көрішкенже.